Тағы қайталау керек. Сәлем! Сен кімсің? Нотельмін. Ал сен кімсің? Мұнда не істеп жүрсің? Қожайының қайда? Менің атым Мобика. Иә, қораптан жаңа алып шықты. Су жаңамын. Меніңше, қожайының сені тауып алады. Алаңдама, су жаңасың ғой. Қайдам? Ол Қазақстаннан емес, 2 сағат бұрын өз еліне ұшып кету керек болған. Мен секілді, сенің де қожайының жоқ екен. Ендеше, бірлесейік. Саған бір нәрсе көрсетейін бе? Не? Жүр, соңымнан ер. Қандай әдемі! Нотель, адам баласы жылқыны алғаш рет Қазақстан аумағында қолға үйреткенін білуші ме едің? Солай ма? Оны қайдан білесің? Менде жедел интернет функциясы бар. Браузер арқылы сұрау салсам, кез келген сұрағыма бірер сәтте жауап ала аламын. Мысалы, бұл алма ағашы. Алматы облысы болса, жер бетіндегі алманың отаны саналады. Мобика! Білесің бе, екеуміз мықты команда болатын тәріздіміз. Иә! Жүр, Мобика! Бұл квадрокоптер ғой, қазір аспанға көтеріледі. Қорқпа дейм. Саған бір нәрсе көрсеткім келіп тұр. Мықтап ұста. Мінеки! Мобика, қорқпа! Көзіңді жұмба! Қараш айналаңа! Неткен керемет! Ғажап! Айттым ғой, самғап ұшу үшін адамдардың соңынан еріп баратыным бар. Қазақстандағы көрікті жерлердің талайын көрдім. Әлгі адам ағашты байқамаса керек. Бұған дейін де бірнеше мәрте солай болған. Бұл қыранның ұясы, ал бұл соның жұмыртқасы. Мобика, естідің бе? Жылан сенің арқа тұсыңда тұр. Ол қыранның жұмыртқасын жұтпақшы. Қожайынымнан бар үйренгенім фото түсіру. Сөйтейін. Мобика, көмектескенің үшін көп рахмет. Мен түк істемедім ғой. Ал сен мықтысың. Сен ержүрексің, Нотель. О, дрон да табылды. Шамасы оны қыран лақтырып жіберген ау. Қызық болды, е? Маған өте ұнады. Рахмет, Нотель. Енді екеуміз бір команда болдық. Жер бетінде Қазақстаннан өзге де көз тартар өңірлер бар екенін білесің бе? Бір команда екенбіз, жер бетін бірге шарлайық. Ержүрек Нотель мен данышпан Мобика. Иә.